Менде хабардармын, 200 мың теңгеге байланысты әкіммен де, білім басқармасының басшылығымен де мен хабарластым. Олар бұл мәселені қазір қатаң бақылауға алды. Бұл жерде маған оқушылардың айтуы бойынша ата-аналардың көбірек жаңағы бастамашылығыменен жасалған дүниеде. Бұл жерде тек қана мектепті кінәлай беруден де жаңағы аластау керек. Өйткені көп жағдайда маған жетіп жатқан ақпарат бойынша ата-аналардың бастамашылығыменен көп жағдайда осындай ақшалар жиналады. Сондықтан ата-аналарға да осы мәселеге кішкене жаңағы шыдамдылықты және бұндай мәселелерге бара бермеуді ескерту керек сияқты. Ал мектепке қатысты мектеп басшылығы биыл да жылдағыдай ескертілді. Бұндай іс-шаралар тек қана Наурыз ғана емес, бітіру кештері ғана емес, басқа да іс-шараларға мектепте қаржы жинауды барынша тоқтатуды. Бұл мәселе әлсін кейбір аймақтарда шығып отқанын көріп отырмыз, бірақ маған айтып отырған жаңағы мектеп басшылығы да көбіне ата-аналардың бастамашылығымен болатындығы және кейде ата-аналардың бастамашылығымен жиналған дүниеге қатысты мектеп басшылығының тиісті шара қолдана алмайтындығын айтып баяндап отыр. Бірақ дей тұрғанменен екі жақта да жауапкершілік болу керек деп есептеймін.